Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз үй жағдайында өте жұмсақ болып пісетін нан пісіретін боламыз. Видеомның соңына дейін қараңыздар. Жасалу жолы өте оңай, көп затты қажет етпейтін өте дәмді нан әзірлейтін боламыз. Алдымен осындай таза ыдысымызға суымызды, сүтімізді және де аштығымызды, секерімізді, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай араластырып алғаннан кейін үстіне ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қылып қамыр ететін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болған қамырымыздың үстіне азғантай сұйық май құйып, жан-жағына жабысып қалмау үшін, қолға жабыспау үшін сұйық май құйып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің нанымыз керемет болып көтеріліп ашып шықты. Енді аздаған сұйық май құйып, бөліктерге бөліп қоятын боламыз. Кішкене көтерілу үшін 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Міне біздің нанымыз дайын. Енді осы дайын болған нанымызды ыдысымызға салып, қалауларың бойынша оқтаумен жазсаңыздар да болады. Бірақ мен осылай қолмен жайған маған ыңғайлы, себебі қолмен жайсаңыздар нанымыз көтеріліп әдемі болып піседі. Міне осылай жасап болғаннан кейін тағы да бетін жауып көтерілгенше 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Міне осылай кішкене уақыт тұрып көтерілгеннен кейін бетіне тікешпен осылай жасап, жұмыртқамыздың сарысын жағып, өздерің қалауларың бойынша мак немесе кунжут салып бетін әрлесеңіздер болады. Мен бетіне макты де кунжутты салдым. Міне осылай салып әрлеп болғаннан кейін қызып тұрған пешімізде 250 градуста 15 минут, 20 минутта пісетін болады. Енді әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан беті қызарғанша пісіріп алатын боласыздар. Міне біздің нанымыз дайын. Дәмі енді сөз жоқ, өте керемет, жоп жұмсақ болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы рецепт бойынша жасасаңыздар, дәл осылай жұмсақ болып пісетін болады. Магазинде тұрған нандардан кем шықпайды, олардан асып піспесе кем болмайды. Өте жұмсақ, дәмі енді сөз жоқ. Сіздерге міндетті түрде ұнайды, сіздер жасап көріңіздер. Егер менің видеом сіздерге пайдалы болса, арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.